Әкеңе не істесең алдыңа келеді. Әңгіме. Әке, қалай, зерікпедіңіз бе? Жоқ, у-шу, күйбеңі көп қаладан өкпеңіз қысылмады ма дегенім ғой. Жарылқап үнсіз қалды. Баласының не айтқысы келгенін түсінді. Кеше ғана ұлы келінмен сөзге келіп қалған еді. Жарылқап сол күні таңертең немересін саябаққа ертіп кеткен. Күн арқан бойы көтерілгенде пәтерге оралды. Сонда ас бөлмеден шаң-шұң еткен дауыстар естілді. 2 ай болды ғой, қашанғы жүре береді? Енді кішкене шыдашы. Жетер, шаршап кеттім. Сенің әкеңнің қас-қабағына қараймын деп шашыма қаратын шығар. Кір қолын жудың ығарым шықты. Болды, енді өзі жусын. Не сен жу. Мен енді шыдай алмаймын. Басқа балаларда бар емес пе, соларға барсын. О несі? Жарылқап есіктен не кірерін, не кірмесін білмей дал болды. Құдды біреу үстіне оқыстан бір шелек су құйып жібергендей. Жүрек тұсы шым етті. Мама, біз келдік деп немересі ас үйге қарай жүгіре жөнелгенде, ұлы мен келіннің ұрыстары сап тыйылды. Бір кезде дәлізге Нұржан шықты. О, әке, қалай жеттіңіз? Шаршап келген шығарсыз. Жанар, шай қойсаңызшы. Жарылқап шөлдеп тұрса да шай ішкісі келмеді. Келіні қанша сыр білдірмеймін десе де, қарт әке оның өзін жақтырмай тұрғанын сезді. Шайды сөйлесоқ қойды. Не жымимайды, не сөйлемейді. Атасына қарамауға тырысты. Қар жауған қабағын көрсеткісі келмесе керек. Осы сәтте Жарылқап беймаза күй кешті. Есіне Жанарды келін қылып түсірген кезі түсе берді. Жанар осыдан ширек ғасыр бұрын Шуақты ауылынан келін болып түскен болатын. Ол алғашқы күні таңғы сағат 4-те тұрды. Сыртқа шықса дала қап-қараңғы. Бұрын біреулерден естіген келін деген таң атпай сағат 4-те тұру керек. Бірақ тұруын тұрғанмен не істерін білмей есік алдын әрі-бері сенделеді. Таң намазына оянған енесі Айша есік алдында жүрген Жанарды көргенде. Қызым, жайшылық па? Деп таң қалған. Таң қалмай қайтсын. Ол таң қараңғысында есік алдында көлбеңдеген сұлбаны ұрыма десе сөйтсе кеше түскен келіні екен. Арада бір ай өтсе де тамақ пісіруді жарыта алмады. Түк ебі жоқ. Бірақ енесі Айша алтын адам еді. Шіркін. Келінен еш қабақ шытпай, бар білгенін жалықпай үйретумен болды. Қызындай көрді. Мүмкін алғашқы келіні болған соң шығар. Жанар ауылға пысықтығымен танымал болмаса да, ибалығымен талайларды тамсандырды. Қайындары да мәз. Біздің жеңеше керемет жан, айтқанымыздан шықпайды. Сондағы биязы келіні бұл күнде енші алғалы қатты өзгерген. Баяғы ел кезек көңілі жаңа жауған қардай әппақ жана жоқ. Жандар саябақта не істедіңдер? Деп ұлы мұна үнсіздікті бұзғысы кеп немересін сөзге тартты. Атқа міндім, мылтық аттым, атам тәтті кәмпит алып берді, деп 5 жасар Жандар 65 жасар Жарылқапты құшақтады. Кешке пәтерде Жарылқап пен ұлы Нұржан қана қалды. Келіні немересімен бір жаққа шығып кетті. Күйеуі қайда деп те сұрамады. Бәрі алдын ала ойластырылған нәрсе екен Жарылқап та сезген. Әке, қала лас, оны өзіңіз де білесіз. Соңғы кездері жөтел, тұмаудан көз ашпайтын болдыңыз. Денсаулықты күту қажет дегенде сізге емделу керек қой, әке. Мені дұрыс түсініңіз. Мен әрқашан деніңіз сау болса екен деймін. Кеше Есжан хабарласты. Әкем менікіне келсін, ет жейді, сау мал жеді дейді. Мен жоқ дей алмадым. Қалай қарайсыз? Ұлы әзер дегенде тоқ етерін айтты.
Айтуын айтқанмен әкесіне тіке қарай алмай жер шұқылады. Осы мезет жарылқап әлем-жәлем күй кешті. Тіпті өле салғысы келді. Қайран, жалғанай, жас кезінде бүкіл ауылды шулатқан көшбасшы ұлы бұл күнде әйелінің айтқанынан шыға алмайтын езге айналған. Бірақ баласына да кінә арта алмайды. 2 ай болды, асты үстіне түсумен бәйек болып жүр. Бірақ әйелі көнер емес. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген сөз бекерге айтылмаса керек. Байғұс баласы 2 оттың арасында қалды. Не әкесін, не әйелін таңдау керек. Осылар мен үшін айырылыспай қойсын. Бақытты болып кетсе болғаны, мен үшін сол да жеткілікті. Өзімде Ишанға барып қайтсам ба деп жүр едім. Ойбай әке, сәті түсті десеңізші. Ертесіне ымырт түсе бастаған шақта баласы, келіні, қос немересі бұны шығарып салу үшін вокзалға келді. Ата, жиі келіп тұрыңыз, деді келіні жылы жымия. Әрине, үйіндегі қарт масалдан құтылғанына ризада, әйтпесе дәл осылай қуана жымияды ма? Обалы не керек, Ишан бұны құшақ жая қарсы алды. Әке, келмейсіз я. Бізді ұмыттыңыз ба? Сізді мен де, үйдегі немерелеріңіз де сізді сағынды ғой. Қаладан шаршаған боларсыз. Енді мен сізді ауылдан жібермеймін. Ет жейсіз, қымыз ішесіз, жайлауға аунайсыз ба, не істесеңіз де өз еркіңіз. Не ойлаған кім білсін. Бұл келіні атасы келгенде ыстық ықыласын танытты. Бар дәмдіні алдына қойды. Сағат сайын шайын демдеді. Қысқасы хандай күтті. Бірақ өкінішке орай ол да пенде екен. 1 айға жетер-жетпес сыр берді. Бір күні ол ештеңе істемей төсегінде бүк түсіп жатты. Қатын, тұрсай, не мынау? Балашағы аш. Әкеме намаз оқуына жағдай жасамапсың. Ауырып тұрмын. Өздерің істей беріңдерші. Ауырып тұрған бәлеңде жоқ. Кеше ғана аттай шауып жүредің ғой. Тұра алмаймын. Қазір көрсетемін сен бәлеге тұра алмағаныңды, деп есерсоқ ұлы жатын бөлмеге жұдырығын ала жөнелді. Сол кезде, тоқта, деп жарылқап бар даусымен айқайлады. Ишан жұдырығын түйген күйі әкесіне не болып қалды деген кейіппен бұрылды. Жарылқап баласының сырын біледі. Әйелін көк ала қойдай қылып сабамақшы. Таяқ жеген әйелі талай рет төркініне кетіп қалушы еді. Сонда бұл келінді алып қайту үшін талай абыройын айрандай қылып төккен. Бар кінә өзінен екенін түсінді. Келіні бұны жақтырмай жатыр. Ал бұл өзін жақтырмайтын жерде 1 секундта тұра алмайды. Біреуге масыл болғанда жек көреді. Кеше дастарқан үстінде баласы, әкем енді бізбен өмір бақи тұрады дегенде, келіннің түрі өрт сөндіргендей болып өзгеріп кеткен еді. Мен үшін әйел бала-шағаңды ұрма. Мен бүгін ертең өліп кетемін. Ал әйелдің өмір бойы сенімен бірге болады. Егер сен оны ұрсаң, ол сені жек көреді. Қажеті жоқ. Мен ертең Ержаныма кетемін. Оның ізіне, әке. Сенің үйіңде әбден мауқымымды бастым. Енді Ержанымды көрсем деймін. Ол күшікті әбден сағындым. Ержан әкесін салқын қарсы алды. Жарылқап сүт кенжесі Ержанды бетінен қақпай ерке қылып өсіріп еді. Енді мұнысы несі? Кемпір Айша екеуі қара шаңырақта Ержан қалады деуші еді. Бірақ кенжелері қызмет қуып Астанадан бірақ шықты. Сөйтіп ата-анасына айтты. Қызметке орналастым. Енді Астанада тұратын үй керек. Бала дегенде жаны шығатын олар баламыздан аяғанда ит жесін деп өздері отырған үйді сатты.
Жетпеген қарызбен толтырып кенжелеріне Астанадан үйді әперді. Содан үшеуі Астанада бір жылдай тұрды. Орта жолда қатының өлмесін деген рас екен. Айша қайтыс болғанда күйі болмай мазасы қашты. Баласы да шаршаған болу керек. Сол екі арада үйге келін әкелді. Келін солтүстіктікі екен. Жарылқап алғаш келінді көргенде тіксініп қалған болатын. Орыс мінезді, ибадан жұрдай, бет-жүзің бар демейді. Ұлым екеуі бір-бірімен үйреніссін. Мен еліме барып қайтайын. Еліне барған соң не болған белгілі. Сәлеметсіз бе, ата? Қашан қайтасыз? Дәл осылай қарсы алды келіні. Жарылқап не айтарын білмей қалды. Пойызда келе жатқанда кенжеме сендерге бір жолата келдім деп айтамын деп еді. Ертең. Үйлері қу мазардай суық екен. Сәби үні естілмегендіктен ғой. Шәй үстінде қашан үшеу боласыңдар деп еді келіні. Сіз не деп тұрсыз? Қайдағы бала? Алдымен қызмет, одан кейін көре жатармыз деді шапылдай. Зәңгір көкті қан қызыл түске малындырған қашқын күн жүзі қызара заңғар тау артына жасырынды. Мөлдіреген бейкүні аспанды қанға бөктірген не өкіне ме? Соңғы рет болса дағы көз ұшынан жер бетіне өртене сығалады. Сол күні Жарылқап пойызға отырды. Жалғыз өзі. Қызмет бабымен жүрген баласы әкесін шығарып салуға келмеді. Жарылқап сонда жауына тілемес шерменде күй кешті. Түн шымылдығы түскенде Жарылқап ұйқыға кетті. Бірақ қайта оянбады. Таңертең нөсер жаңбыр шелектеп құйды. Аспан екеш аспанда қартайғандай бейшара күй кешкен Жарылқапты аяп жылаған болса керек.